Қайырлы таң қыздар, бүгін сіздермен сосиска в тесте жасайтын боламыз. Мен есімім Дана Мырзакулова. Каналға тіркеліп, лайк басып, және де видеолар сізге бірінші болып көріну үшін колокольчикті басып қойыңыз. Сосиска в тестеге бізге не қажет? Міндетті түрде тұз, және де дрожь, оливковое масло, су, комнаталық температурадағы, және де шекер, сонымен қатар ұн қажет. Сонымен біз қамырын жасауға кірісеміз. Ең әуелі бізге 200-250 грамм не қажет? Су қажет. Комнаталық температура. Осының барлығын қосам. Судың орнына нені қоссаңыздар да болады. Кейбіреулер сүт қосады, кейбіреулер су қосады. Мен өзім сумен жасаймын. Тұз қосам. Және де шекерден 2 чайный ложка қосам. 1 чайный ложка. Және де 2 чайный ложка. Сонымен қатар дрожь. Кейбіреулер аппарат жасайды, қойып қояды 10-15 минутқа. Бірақ мен аппараны жасамаймын сосиска тестеге. Міне. Соның өзінде көтеріліп шығады. Енді осыған ұн қосам. Ұнның нақты граммы жоқ қыздар. Қазір көреміз, сіздердің суларыңызға байланысты болады. Қашан қамыр болғанша ұнды қосай беремін. Ең соңында оливковое маслоны қосам. Тестаны былай қарасаңыздар, өте жеңіл, барлық үйде табылатын заттар. Ең соңында оливковое маслоны қосамыз. Немесе майонез қоссаңыздар да болады. Бір 3-4 ас қасықтай. Көз мөлшермен өлшедім. Енді осыны қамыр етіп, жылы жерге 1-2 сағатқа қоямыз. Үйін қандырғанша бір жарты сағаттан кейін қайттан үстін басып, одан кейін тағы жарты сағатта 2 рет бассақ, соның жеткілікті. Қамырымыз дайын. Енді оны 2 бөлікке бөліп жаятын боламын. Бірден тек қана біреу ғана бөліп жайсаңыздар да болады. Өздеріңіз қалауларыңыз. Жұмсақ осылай шығады. 2-3 рет үйін қандырып бастым. Енді осыны жайып, сосискамызды қазір орайтын боламыз. Қамырымызды жайып алды. Енді былайынан кесіп шығастыр. Астына тақтай қойсаңыздар да болады. Менде астында пленка болғандықтан спокойно. Одан кейін өздеріңізге ұнайтын сосисканы алып, 2-ке бөлсеңіздер де болады, немесе осылай біреуіне былай істесеңіздер де болады. Қараңыздар. Дәл осылай тартып орап шығасыздар. Астыңғы жағын қарулап істей салайын. Все. Дәл осын қойып, ең соңында құр жұмыртқаның өзі, басқа ешнәрсе қосқан жоқпын. Осылай жағып шығамыз. Примерно бетін жауып, бір 20 минуттай тұрса, тағы көтеріледі. Содан кейін духовкаға саламыз. 2 қамырды жайып шықтым. Былайынан орап. Артығын кесіп істей саламыз. Енді жұмыртқаның құр өзін жағып шығамыз барлығына. Духовкаға 180 градусқа, немесе 170 градусқа примерно бір 25 минутта піседі. Қазір осын духовкаға салып пісіріп аламыз. Кунжут, седана дегендерде қоссаңыздар болады. Бетіне, бірақ мен сосискаға қосқанды ұнатпаймын. Духовкадан сосиска шықты. Мына енді ішін бөліп мен сіздерге көрсетейін. Қараңыздар. Жұмсақ болып тұр. Осы рецептпен жазсаңыздар, сіздерде сосиска в тесте идеально әдемі зор болып шығады. Енді барлығын тарелкаға немесе бір нәрсе жайғастырып, үйдегілер де осы сосиска тестені қатты жақсы көреді. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Отбасыларыңызды осылай қуантып жүре беріңіздер. Каналға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, спокойно комментарийға қоя беріңіздер.